бүгін мен сіздермен өте дәмді және де барлық қолда бар доступный нәрселерден дайындайтын кең таралған греческий салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Олай болса, бізге огурцы керек бірінші. Петрушка, аздап салатные листья, содан кейін бізде фитакса в рассоле дегенді пайдаланамыз, себебі қарапайым фитаксаның құрамында желатин болғандықтан күмәнді продукттардың қатарына жатады. Ал мынаның құрамында ешқандай күмәнді дүние жоқ, сол себепті осы фитаксамен пайдаланып жүрмін. Бұл бірақтан өзінің формасын кішкене қатты сақтамайды, ақырын ғана пайдаланамыз. Енді мен сіздерге осы қарапайым ғана салаттың заправкасын жасап көрсеткім келіп тұр. Ол үшін бізге аз ғана шымшым тұз, бұрыш, оливковое масло, экстра virgin керек, кез келген, жеткілікті, лимон соғы, немесе мынандай дайын лимонный шырынды алсаңыздар болады. Кислинка береді. Менде мындай прованские травы бар. Аздап қосамыз. Аз ғана бал, таза, натуральный бал болған дұрыс. Сұйық жағын, қатты болса, осындай сұйып еріп тұрады ғой. Осы жерін алып қоссаңыздар болады. Енді для вкуса кішкене ғана шымшым қант қосыңыздар. Жақсылап араластырамыз. Кішкене зернистая горчица дижонская қосамыз. Көп емес мені. Осындай жеткілікті. Өте дәмді. Енді осыны салатымызға құйып араластырамыз. Мінекей осымен біздің греческий салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.